Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай дәмі өте керемет болып шығатын вупи пай пирожныйын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Маргарин міндетті түрде бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ең алдымен жұмыртқамызды және шекерімізді жақсылап миксерлеп аламыз. Ыдысыңызға мән беріңіз, міндетті түрде құрғақ болу керек. Және де шекерді осы видеода көрсетіліп тұрғандай аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бізде бөлме температурасында еріп тұрған маргарин мен шоколадымызды буда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Міне, көріп тұрғаныңыздай сұйық болып еріп шықты. Келесі кезек аз-аздан жұмыртқамыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезек бізде құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ұнымызға какаомызды және разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезек бізде сұйық массамыздың үстіне осылай салып, миксердің көмегімен бірінші кішкене араластырып жібереміз. Өйткені бірден араластырсақ, ұнымыз жан-жағымызға шашырап кетуі мүмкін. Міне, дайын массамызды 4 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Қаласаңыздар 3 немесе 2 бөлікке бөлсеңіздер болады. Алдын ала пешіңізді қыздырып қойыңыз. Міне, өзіңіздің рестіңіздің формасына қарай осылай жайып шыға бересіздер. Қызып тұрған пеште 7-10 минут аралығында пісіріп аласыз. Әрине, пешіңіздің қыздыруына байланысты. Корждарымыз піскенше біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сахарная пудра мен творожный сырымызды жақсылап қаймақтай болғанша араластырып аламыз. Бөлек ыдыста араластырыңыздар. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қаймақтай әдемі болып шықты. Келесі кезек сливкидің үстіне салып, оны да жақсылап қою крем болғанша араластырамыз.
креміміз де дайын болды. Дайын болған креміміздің аз ғанасын осылай бөлек мешокқа салып алып қалыңыздар, өйткені бұл пирожныйымыздың бетін сәндеуімізге қажет болады. Міне дайын болған корждарымызға қалған кремімізді 4 бөлікке бірдей бөліп арасына жағып шығамыз. Дайын болған корждарымызды көлемін бірдей етіп, жан-жағын кесіп алыңыздар. Шетінен шыққан корждарымызды үгітіп, бетіне крошка жасайтын боламыз. Міне дайын, енді келесі кезек крошкамызды бетіне, жан-жандарына түгелдей сүйіп шығамыз. Міне дайын, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөлсеңіздер болады. Менде бұл жерде 30 штук шықты. Бұл жерде мен ортасын ашып жатырмын, себебі қазір бұл жерге бетін крем құятын боламын. Міне жаңағы ашқан жерімізге осылай кремдерді сәндік үшін қойып шығатын боламыз. Өте керемет, әдемі болып көрінеді. Дастарханыңыздың сәнін ашады. Дәмі де өте керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.